Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Боташка. Бүгін мен сіздерге дәруменге бай, ағзаға өте пайдалы сорпалардың бірі қайнатпа сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен суымызға етімізді және де осындай сүйек салып қайнатсаңыздар болады. Бетінде көпігі шыға бастаған кезде көбігінің барлығын тазалап отырамыз. Көбігін қайта тазалап отырсаңыздар, сонда сіздердің сорпаларыңыз мөлдір, тынық болып шығады. Крышкасын жапқан кезде толық жаппаймыз, кішкене ашық қалдырамыз. Осылай көбігінің барлығын тазалап отырамыз. Сонда біздің сорпамыз керемет мөлдір болып шығады. Сорпамыз қайнап жатқан кезде біз сорпаға қосатын қоспаларымыздың барлығын дайындаймыз. Пиязды, болгар бұрышын, картопты, сәбізді және де укроп пен петрушканың барлығын тураймыз. Осылай сәбіз, картоптың барлығын үлкендеу етіп тураймыз. Сол кезде біздің сорпамызда әдемі көрінетін болады. Міне барлығын турап, дайындап қойдық. Сорпа баяу отта 1,5 сағат қайнағаннан соң пиязды, болгар бұрышын, сәбізді, қызанақты сорпаға қосамыз. Қызанақты көбірек қосқандарыңыз өте керемет болады. Сорпаға әдемі қызғылт түс беріп, керемет дәм береді. Татымына қарай тұз қосуды да ұмытпаймыз. Тұзымызды қосып, бетін жауып 10 минутқа қайнауға жібереміз. 10 минуттан соң біздің картоптарымызды салып, тағы да картоп піскенше 15-20 минутқа отта қалдырамыз. Картоп піскен кезде осындай біздің укробымыз бен петрушкаларды салып 3 минут, 5 минут қайнатамыз. Біздің сорпамыз дайын болды. Иісі деген өте керемет. Ағзаға өте пайдалы, дәруменге бай сорпамыз дайын болды. Еттерін алып турап, сорпаны отбасымызға ұсынсақ болады. Өте керемет. Дәмді сорпа болды. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сорпасын мөлдір, өте дәмді сорпа болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.